Баршаңызға сәлем достар, өзбек халқының хит тағамдарының бірін жасап көрсететін боламын. Бұл тағамды олар сұйық палау деп те атайды. Дәмі деген керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға жылы суды құйып аламыз. Оның үстінен тұзды қосып, тұзы ерігенше кішкене араластырып, алдын ала еліктен өтіп дайын тұрған ұнды қосып, қолымызбен қамыр илеп шығатын боламыз. Достар, осы тағамға қажетті заттардың құрамы мен мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырдым. Сол жерге қарап жасай берсеңіздер болады. Мінекей илеп болғаннан кейін салапан пакетке салып 15-20 минут уақытқа қоя тұрамыз. 15 минуттан кейін қамырды алып, екінші қайтара илеп алдым. Осылай жасайтын болсаңыздар, қамырыңыздың иі қанып, өте әдемі жайылатын болады. Және тағы пакетке салып 15 минут уақытқа қоя тұрамын. Осы арада жаңағы сорпасын қуырып дайындап аламын. Қазанымызға сұйық майды құйып, майымыз қызғаннан кейін етті кішкене 5-10 минуттай қуырып алдым. Оның үстінен пиязды және кубиктап туралған картоп пен сәбізді қосып бір қуырып аламын. Және осы орайда өздеріңізге ұнаған кез келген дәмдеуішті қоссаңыздар болады. Мен жарты ас қасық томат пастасын, зира, тұз және қара бұрыш қостым. 5 минуттай жақсылап қуырып алып, оның үстінен су қияр алдын лавр жапырағынан екеуін қосып жібердім. Тағамымыз дәмді болып шығу үшін сүйектен қосып, осы қазанымызды толтырып суды құямыз. Суымыз бір қайнап шыққаннан кейін еті піскенге дейін баяу отта қайнатып алатын боламыз. Ие қанған қамырымызды қолымызбен жақсылап жұқа етіп жайып аламыз. Мен осылай қолыммен кішкене үлкейтіп алдым да, одан соң оқтаумен одан әрі қарай үлкен етіп жая бастадым. Мінекей менде өте үлкен қамыр жайылып шықты. Бетіне сары майды ерітіп жағатын боламыз. Осы орайда маргаринді пайдалануға кеңес бермеймін. Себебі ода су өте көп мөлшерде болады. Сондықтан сіздердің қамырларыңыз қатпарлы болмай қалуы мүмкін. Мен 82-де 5%-дық деревянский деген майды пайдаландым. Сары май немесе қолдың майын ерітіп қоссаңыздар да өте әдемі болады. Майды жағып болғаннан кейін кішкене майдың қатқанын күтеміз. Майымыз қата бастаған кезде видеода көріп тұрғандарыңыздай орап шығатын боламыз. Орап болғаннан кейін арасындағы май қатқан болғандықтан бірден жая берсек те болады. Мен бірден осылайша жайып алдым да бірнеше бөліктерге кесіп дайындап алдым. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай қалыңдықта шықты. Ыдысымыздың көлеміне қарай ұзынша етіп кесіп аламыз да пергамент қағазына орналастырып аламыз. Одан кейін бетіне мен жұмыртқаның сарысын жақсылап жауып шықтым. Қалауыңызға қарай бетіне кунжут немесе мак сепсеңіздер болады. Мен осы орайда макты пайдаландым. Қызып тұрған тапамызға салып 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Осы арада біздің сорпамызда пісіп дайын тұр екен. Мінекей бір араластырып жіберіп, мұздатқышта қатырылған тәтті бұрыштан қостым. 5 минуттай қайнатып, осымен оттың астын өшіреміз. Біздің сорпамыз толығымен дайын болып шықты. Мінекей қатпарлы қамырымыз керемет болып пісіп шықты. Міне көріп тұрғандарыңыздай арасы өте қатпарлы болып келеді. Күрішке тұз қосып, жай ғана суға салып пісіріп аламыз. Мінекей пісіп шыққаннан кейін қолымызбен күріштерді біріктіріп шығамыз. Барлығын осылай жасап дайындап алдым. Енді пісіп шыққан сорпаны арнайы ыдысымызға құйып аламыз. Оның үстінен қатпарлы нанымызды қоямыз және күрішті бетіне қойып, осылай ұсына берсеңіздер болады. Осымен ерекше әрі дәмді тағамымыз дайын болып шықты. Достар, егер сіздерге видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп, және лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Алда сіздермен көптеген пайдалы рецепттермен, пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға ас болсын.